Бисмилля, Алланың атымен біз бастаймыз. Шаршадым. Кішкентай бұтағандарым далада қалып қоймаса екен деймін. Болды, басқа ешқандай тем жоқ. Жаман ойым жоқ, басқа Құдай-ау. Екі жылдан бері онкологиямен танысып келатым. Онкологиямен бірінші ауырғалы бастаған кезімде қызда қиналып болды. Берілмейді. Саған ризамын қызыма. Мен бірінші группа инвалид. Мүгедекпін, қызым үшінші группа инвалид. Біздер келіп қарағаннан кейін қызыма шұғыл түрде ота керек болып тұр. Лобный частьпен мұрынның қасына дейін кистатол күткен, дыхательный путиін жауып. Білген жоқпын онкология екен, қан кетіп жатырды, карцинома шейкемат кетті. Бірден не алғанда диагноз 3 степени деді бірден. 3-тен 4-ке қарап тұр деді. Метастазы кетіп қалыпты тоқ ішекке. Үлкен дәретке баруым қиналып, вообще бара алмай қалдым. Содан химия алдым. Химиядан енді мынау жатсым. Сіздің арманыңыз қандай? Менің арманым қызым жазылып кетсе. Денсаулығым жоқсы, қызымның тәуір болып кеткен өз көзімен көргенім. Шындайса маған көмек, денсаулық керек. Біреу денсаулық берем ба десінші, мен қазір қуанып алып кетем. О кезде маған ешқасы да керек жоқ, ақшаның да керек жоқ, дүнияның да керек жоқ. Балдарыма кетем. Болды. Алла тағала қызыңызға шипасын берсін. Біз негізінде мұнда сборды ашу үшін емес, жабу үшін келіп отырмыз. Сіз бұйырса өзіңізге ота жасап, отбасыңызға аман есен келесіз, бұйырса. Алла қаласа. Осы қаражатпен сіз қызыңызға ота жасап, және де несиелеріңізді аласыз. Жүгінің ішінде бе?